Жаңа салық кодексімен таныстыңыз ба? Таныстым, иә. Кедергі болады өте үлкен. Зумерлердің заманында өмір сүріп жатырмыз ғой біз. Бірден байып кету қаншалықты мүмкін? Бизнес должен делаться на чужих деньгах дейді. Олар бір жұмыстан екінші жұмысқа көше береді. Субсидия бермеңдерші дейді. Нағыз таза бәсеке орнасын деп жатады. Субсидияға жалпы мен де қарсымын. Көптеген мемлекеттік компаниялар бар. Ол компаниялар немен айналысады? Ол көп емес қой, оны да соңында көп көрдің ба деп айтады ғой Сәуле. Біреудің көзінше жақсы болуға тырысу үшін кредит алады. Ол кредитті жаңа күліп алып, ертең жылап беретін ойда жоқ олар. Көбіне азаматтар бұл жаңағы жетіскеннен алмайды кредит. НДС төлемейміз дейді, растаможкадан жеңілдетеді дейді. Онда сен қандай кәсіпкерсің? Сен сол үшін кәсіпкерсің ғой, сен салығыңды төле, салықтан қашпа. Болашақта менің ойым жаңа денсаулық сақтау, білім беру осы жеке қолдарға өтіп кетеді. Ассалаумағалейкум, қымбатты көрермен, эфирде баптаймызды бастаймыз. Енді бастамас бұрын алдымен өздеріңізге бір үлкен өтініш, біздің парақшамызға жазылыңыздар, ой пікір білдіріңіздер және де бөлісіңіздер сұхбатымызды мүмкін болып жатса. Өйткені біз әлбетте сіздердің қолдауларыңызға зәруміз. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы бизнесмен, меценат Қайыр Рысбек. Қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Біз енді мына бизнес пен мемлекеттің қарым-қатынасы туралы әңгіме өрткіңіз келіп отыр. Алдымен өзіңіздің бизнесіңіз жайында сұхбаттасақ. Енді ең алғаш қазір енді 3 бизнесіңіз бар, иә? 3 түрлі бизнесіңіз бар. Оны кейінірек айтармыз. Ең алғашқы жұмысыңыз ақша тапқаныңыз жаңағы қой қырқып жүріп ақша тауыпсыз. Сіз оның бәрін көрдіңіз бе? Енді журналист дайындалу керек қой сұхбатқа. Мықты. Сол ең алғаш табысыңыз қанша еді? Оны не істедіңіз, қайда жараттыңыз? Біздегі Стив Джобс бар, Рокфеллер бар. Кез келген алсаңыз да осы мектепте бастадым, әкем $100 берді деп бастады ғой әңгімесін. Енді ауылдан бастайықшы әңгімені. Ереке, сіз мен шынымен де күтпеген жерден сұрақ қойып отыр екенсіз. Онша зерттеді деп ойламадым. Бәріміз енді ауылдан туып өстік қой. Ауылдан шықтық. Бала кезден жаңағы атамыздың, әжеміздің қолымызда әке, анамыз жаңа еңбекке баулып өсетті. Сосын жаңағы осы Астананың жағында, Отау түскен ауылданмын, шағын ғана. Балалық шағымыз Нұра өзенінің жағасында шомылумен, қой бағумен өтті. Жылқы ерттеп мініп деген сияқты. Кәдімгі қазақтың қара домалақ баласымыз. Ең бірінші тапқан ақшам енді қазір де есіме түсіп жатыр. Сол ауылдың жанында үлкен ферма болатын. Жүздеген қойлары болатын. Қанша жастасыз? Ол кезде 7-ші кластамыз. 7-ші класста қой қырқу болады жылына 2 рет. Көктемде және күзде. Сонда барып қой қырқитынбыз. Бір қойдың бағасы 200 теңге, қазір де есімде. Ол кезде үлкен ақша болады? Иә, әрине. 200 теңге деген. Мысалы, жарысып тұрып қырқитын едік қой. Үлкен жұмыс. Ол кезде андай электр қырықтық деген жоқ. Қой қолмен қырқатын. Мына қолын бәрі жаңағы әжім сөйтіп табатынбыз. Одан кейін даяшы болып та істедік, қайда істемедік. Енді кәдімгі студент болған соң енді әртүрлі жұмыстарды істедік. Бірақ та енді кәсіпке келетін болсақ, осы 10 жыл бұрын кәсібімді бастадым. Бұған дейін осы қауіпсіздік системалары дейді ғой. Бухгалтер болдыңыз. Бухгалтерде, мамандығым бойынша бухгалтерде істедім. Ол ең бірінші жаңағы ішкі істер министрлігі саласында, армиядан кейін, армияны бітіргеннен кейін жаңағы өзім мамандығым бойынша жұмыс істедім. Бір жыл бойы. Оқу бітіріп келгеннен кейін әскерге де барып келдіңіз бе? Иә, егер соны басынан жаңағы ретімен айтатын болсақ, онда мен кішкене алғашқы кеткен сияқтымын. Жаңағы колледжімізді бітірдік, содан кейін 18 жасымда жаңағы әскерге де бардым. 1 жылдық әскерімді Алматы қаласында 55-71 әскери часть дейді ғой. Сонда әскер борышымды отанға деген өтедік. Содан кейін келіп, өзіміздің мамандығымыз бойынша жұмысқа тұрып, 1 жыл жаңа бухгалтер мамандығым бойынша істедім. Ішкі істер министрлігі куиз саласында. Ол кезде жаңағы енді жаспыз ғой, қайнап тұрған. Бухгалтер болсын, қандай болсын, аттестованный ету кезде погон киетін, жаңа кәдімгі офицер, сержант, сондай болатын. Сосын сол жылдары әйтеуір реформа болып, жұмысқа тікелей қатысы жоқ адамдарды, мысалы хозяйственниктер, бухгалтерлерді аттестациядан шеше бастады. Содан кейін енді маған кәдімгі кәсіп саласынан ұсыныс түседі.
жаспыз, жаңағы ер адам болған соң ол кезде енді бюджеттік салада ақшасы да төмен болды, шыны керек 25 мың теңге болатын айлығымыз. Сосын бір жылдың ішінде 35 мыңға көтерілген есімде, бірақ оның өзі де аз. Мысалы маған ұсыныс түскен кезде жеке кәсіпорыннан 80 мың енді жалақыға деген. Енді ол арасы әрине біраз болған соң, сол жекеден бастап сол жақта тәжірибе алып, сөйтіп 23 жасымда бастасақ қазір бастау керек деп, жаңағы нар тәуекел деп өз кәсібімді бастап кеттім. Себебі 30-дан асса, сол бір жерге үйреніп қалсаң, анда жаңағы адамда отбасың болса, рискке бару төмендейді ғой. Сол жалпы содан басталды деп айтуға болады. Қазір негізі енді 30-да орда бұзбасаң 40-та қамал алмайсың дейді. Ашығын айтуымыз керек, зумерлердің заманында өмір сүріп жатырмыз ғой біз. Зумерлер жаңағы Непалда үлкен революция жасады, көтеріліс. Сіз де сол буынға жақындаусыз ғой. Мысалы айтайын дегенім, 32 жасыңызда 3 түрлі бизнестің басын ұстап отырсыз. Адам бір кәсіптің басын шыр айналдырамай жатқан кезде ол қалай менеджмент тұрғысынан қалай іске асырдыңыз? Енді әлбетте өмір біреулер жоқшылықтан бизнеске келеді, біреулер тоқшылықтан бизнестен кетіп жатады. Сізді алға сүйреген не? Негізгі күш және маркетингтік тәсіл. Осының құпиясымен бөліссеңіз. Енді Ереке, мен өзімді қатты бір үлкен кәсіпкер, бизнесмен деп өзімді санамайды екем, шыны керек. Мен әлі енді үйреніп келе жатырмын, әлі де үйренетін көп деп есептеймін. Себебі жаңағы менімен қатар адамдармен араласамыз, кәсіпкерлермен, олардың жаңағы бағындырған биіктіктері, белестері олардың ауқымы мүлдем басқа. Сондықтан әрі де бағындыратын белес көп, әрі де жұмыс істеу керекпіз. Зумерлерге жақын болғанмен де шыны керек, мен ішімнен психология жағынан, әрі жаңағы менталитет жағынан мен зумерлерге жақын өзім сезінбеймін. Себебі қазір біз жұмыскерлерді аламыз ғой, жаңа сіз айтып отқан зумерлер дейсіз ғой. Олармен қарым-қатынас мүлде бөлек екен. Бұрын вертикалды басқару болатын. Мысалы, мына жақтан жаңағы приказ дейді ғой, түсті, сен оны атқарасың. Қазір зумерлермен сен горизонталды басқару болу керексің. Сен олардың ортасында болу керексің, олармен бірге болу керексің. Мысалы, бір жерде тамақ ішесің, бір әңгіме, жаңағы бір орта, сөйтіп олар басқарылады екен. Себебі олар бір жұмыстан екінші жұмысқа көше береді. Қарамайды, сен оларға авторитет болу керексің, сен оларға лидер болу керексің. Болмаса олар басқа жаққа кетіп қалады. Көшпелілер, иә. Біз ғой бұрын, енді бізде қалам, сол жаңағы біздің әкелеріміздің айтатыны бар еді ғой, нақты жұмыс болу керексің, стабильность, жаңа үкіметтің жұмысы деп, сөйтіп бәріміз үкіметке жауысып кететін едік қой, паразит ретінде. Үкімет бір акимат болсын, болмаса бір оның бір жаңағы дочкасы, внучкасы, әйтеуір сол жерде істесем болды, әйтеуір акиматта істеймін деген атын жоқ. Қазір заман басқа. Қазір кәсіпорындар ашу керекпіз, кәсіпкерлер көп болу керек. Жаңадан жұмыс орындары көп болу керек. Ал егер сіз жаңағы сұрағыңызға қайтып келетін болсақ, мен өзім жаңа айтқанымдай үлкен кәсіпкер деп әлі есептемеймін. Бірнеше кәсіп көздерін істеп жүрміз, Құдайға шүкір, оған да жеткенімізге. Бірақ оның бәрі сол ептеп ақырындап еңбектің арқасында келдік. Бастағанымыз сол жаңағы құрылыс маңайындамыз. Металл өнімдерін, металл конструкцияларын жасап, монтаж жасаймыз. Және де отандық өнім. Оны да монтаж жасап, және енді жасыратындымыз жоқ, импорттаймыз, және де онсыз енді оны жасырып не істеймін, импорттайтын материалдарымыз да бар. Сіз өз қаражатыңызға сүйенесіз бе, көбінесе бизнес жасаған кезде? Жоқ, әлде инвесторлардың көбіне жүгінесіз бе? Көбінесе мемлекеттік қолдау бағдарламаларына? Жоқ, өзім қаражатыма. Осыған дейін тек жаңа айтып өттім ғой, бұрын жұмыс істедім, кәдімгі ақылатқа, зарплатаға. Солдан жинап, ақырындап, жаңа тиыннан теңге құралады деп, тек өз ақшаммен осыған дейін келе жатырмын. Бірақ мынандай айтып өтетін сөз бар. Бизнес должен делаться на чужих деньгах дейді. Сен егер жаңағы бір кәсіпті білсең, сен инвестор тарту керексің, соның ақшасымен
көбірек масштабирование болады екен. Енді оның бәрін де үйреніп жатырық ақырындап, мүмкін келесі проекттерге жаңағы инвесторлар тартамыз. Бірақ та әрі осыған дейін өзіміздің ақшамыз құйып отырық, айналдырып отырық, оның өзі жеткілікті деп ойлаймын. Негізі мына мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бірнеше жылдан бері экономиканы мемлекеттен тәуелсіз етуді, мемлекеттің үлесін азайтуды айтып жүр ғой. Осы тұрдан алған кезде кәсіпкер ретінде тәжірибеңізге сүйеніп айтыңызшы, мысалға, неге мемлекет бизнесте негізгі ойыншы емес, бақылаушы болуы керек? Бізде қазір мемлекет өте үлкен донор. Жаңағы біздің рынок дейді ғой. Ақпан, наурыз айларында оянады. Ол кезде өйткені бюджеттен ақша бөліне бастайды. Ешкімге жасырын емес ол. Бізде өзіміз жаңағы көптеген сатып алуларға қатысамыз. Өз ақшамызбен жаңағы мемлекеттік тапсырыстарды орындаймыз. Бірақ та енді бұл жерде айта кететіні қалай болса екен. Сен жаңағы өз жұмысыңды дұрыс орындайтын жаңағы мердігер бола аласың. Болмаса кейбіреулер бар, оны орындай алмайды. Осы жерде бөліп жалу керек. Мысалы, осыған дейін қаншама контракттарды орындадық, бірде уақытынан, бірде жаңағы сапасынан жаңағы кемшілік болған жайттар болмады, соған шүкір. Көптеген мемлекеттік компаниялар бар. Ол компаниялар немен айналысады, неге олар бар? 25 мыңға жуық бізде мемлекеттік ұйым мен компаниялар бар екен. Және ол компаниялар жекеменшік компаниялармен тағы да бір жаңа тапсырыстарға конкуренция жасайды екен. Олдан болуы мүмкін емес қой. Бүгін ғана мен мысал келтіре кетейін, Астана Инвест және Центр развития Астана деген мекемелерге болдым. Екеуі де инвесторлар тартумен айналысады, екеуі де оператор. Екеуінің де функциясы бір. Мен оларға сұраймын, ондай болса не үшін екі жаңағы кәсіпорын бар деймін. Біреуі Астана Инвест бұрын нелермен айналысқан екен. Свободный экономический зонаны жер беру, инвесторларға жер берумен сондаймен айналысқан екен. Қазір екеуінің де функциясы бірдей екен. Сондай мысалы көп мекемелер бар. Бір-бірінің функциясы қайталанатын бар. Олар азаю керек. Себебі біздің нарықта конкуренция аз. Бизнесмендерге көп кәсіпорындар қосылу керек. Сонда ғана біздің нарық экономика мықты болады. Нақты жаңағы жанды бәсеке болу керек дейсіз ғой. Әрине, жанды бәсеке болады. А бізде қандай бәсеке? Өкінішке орай ондай емес. Енді біздің нарық енді қалыптасып келе жатыр, оны мойындау керек. Жақсы кәсіпорындар, жақсы мекемелер бар. Яғни сіздің айтпағыңыз мемлекеттік және квазимемлекеттік компаниялар субсидия, жеңілдетілген несие сияқты артықшылықтарға ие ғой. Бұл шағын және орта бизнестің арасындағы бәсекелестік тежей ме? Әрине тежейді. Экономика еркін даму үшін қоғам мемлекет көмектесін деп емес, қараңыз. Өте маңызды сұрақ. Бізде көбінесе мемлекет көмектесу керек, субсидия бөлу керек дейді ғой. Қоғам экономика даму үшін мемлекет көмектесін деп емес, көмектесуді тоқтатсын деп талап ету керек деген мысалға дамыған елдерде пікір бар. Керісінше мысалға бізде аграршылар, агросалада жүрген, сосын бизнесте жүргендер көбінің айтатыны, субсидия бермеңдерші дейді. Нағыз таза бәсеке орнасын деп айтады. Сіз бұл оймен келісесіз бе? Негізі бізде мысалға субсидия, мемлекеттік қолдау қай салаларға керек? Кәсіпкер ретінде өзіңіздің ойыңыз. Сіз олармен бірге жүрсіз, ішінде бір қазанда қайнап жатсыз, бір сырмақта отырсыз. Былай айтқан кезде. Сіздердің орталарыңызда ол ой жиі айтылатын шығар. Осыған қатысты қандай пікір білдіресіз? Субсидияға жалпы мен де қарсымын. Әрине кәсіпорын ол бәріне бірдей субсидия бермесе мысалға тұралақ болатын салалар бар шығар бізде. Жоқ, енді бұл айтады ғой, енді батыр майданда шынығады дейді. Медвежья услуга деген бар орыстарда деді. Бұл жаңа жеңілдете береді. Көбінесе сол субсидия үшін жұмыс істейтіндер де бар кәсіпорындар. Соны күтіп отырып, жаңа дотацияны күтетіндер де бар. Сондықтан да ол одан да жаңағы өзінің өніміне, өзінің технологиясын дамытуға, жаңағы өзінің техникаларын, адамдарын ұлғайтуға көңіл бөлсін. Менің ойым сол. Жалпы өзім де бұған дейін де бірде
тиын жаңағы субсидия болмаса гранттарға қатысып көрмеппін. Себебі бүгінде жаңағы мысалы тағы да мысал келтірейік, Астана Инвестпен жаңағы Центр развития Астананы. Олардан жаңағы біз кәсіпорын ашу үшін жер қарастыруын амалдарын сұрастырдық. Орта есеппен 1 жылдан 2 жылға дейін уақыт алады екен жер алу. Олардан кезінде алып алған осындай жаңағы біз неше түрлі инвестиция ашамыз, құямыз, неше түрлі кәсіпорын ашамыз деп кезінде гектарлап жер алып алғандар қазір бір приложение сайтымыз бар ғой, жер сататын. Сонда толып жатыр. Мен одан да барамын да, солардан сатып ала салам. Қаншама уақытымды үнемдеймін деймін. Және де жаңа бюрократияға басымды қатырмаймын. Шыны керек. Және де кәсіпкерлерде уақыт жоқ. Сіз экономикалық аймаққа кіре алмайсыз ғой онда. Маған оған керек емес. Еркін экономикалық аймаққа кіру үшін сол жеңілдіктерді қуалайды да, КПН төлемейміз дейді, НДС төлемейміз дейді, растаможкадан жеңілдетеді дейді. Онда сен қандай кәсіпкерсің? Сен сол үшін кәсіпкерсің ғой, сен салығыңды төле, салықтан қашпа. Сен ондай кәсіпкерден қандай пайда біздің мемлекетке, соны түсінбеймін мен. Бір 10 шақты жаңағы жұмыс орнын ашады. Онда салық төлемесеңіз кәсіпкер емессің деп айтқыңыз келе ме? Енді ашып айтатыны, біз кәсіпкерлер үкіметімізге, отанымызға, мемлекетімізге қандай пайда тереміз? Жұмыс орнын ашамыз. Кәсіпорын ашқанмен жаңағы отандық өнімді жасаймыз. Және де енді салық төлеуіміз керек қой. Мемлекетке пайдамыз енді басқа не? Неге басқа кәсіпкерлердің көбісі сөйтіп ойламайды? Мысалы, неге көлеңкелі бизнеске кетіп жатыр? Керек сияқты. Ойыңыз? Мен енді ойым, қазір шынын айту керек, жас кәсіпкерлер, сіздің жасыңыздан үлкен кезіндегі приватизация дейміз ғой. Приватизацияны жекешелендірудің қалай жүргізген білеміз ғой. Сол приватизацияның кезінде үлкен жаңағы кәсіпорындар жекешелендірген алпауыттардың көбісі сіздің пікіріңізге келіспеуі мүмкін. Керісінше мемлекет бізге жұмыс істесін деген сияқты. Ал қазіргі жас кәсіпкерлер мен мемлекетке не бере аламын деген сияқты принципте. Бенджамин Франклин айтты ғой. Мемлекет маған не береді деп емес, мен мемлекетке не беруім керек деп айтқан. 300 жыл бұрын Америка құралған кезде. Бізді қазір сөйтіп ойласақ, Бенджамин Франклин сияқты, бәлкім 300 жыл емес, мүмкін 50 жылдан кейін ел жаңа дейді ғой, Қазақстанымыз сол алпауыт елдердің қатарына қосылар ма еді. Шынымен де енді әркім мемлекетімізден бірдеңе ұстап қалсам, бірдеңе жеп қалсам, салық төлемей қайта жасырынып, бірдеңе приватизациялап, жеңіл жолмен бірдеңені басып алсам деп әркім сөйтіп ойласақ, онда талан-тараж болмаймыз ба? Білмеймін енді. Менің ойым басқаша. Әрбір кәсіпкер бергісі келеді. Әрбір кәсіпкер мемлекетпен де бөліскісі келеді, және де көптеген жақсы игі істерді жасауға тырысады. Жаңа салық кодексімен таныстыңыз ба? Таныстым, иә. Көз қарасыңыз. Қаншалықты түсінікті? Содан бастайықшы. Ол салық кодексін түсіну үшін әрине біздің бухгалтерлер, біздің мамандарымыз бар, солар. Солардың проблемасы ма? Иә, солардың проблемасы. Біздің проблема тек жұмыс істеу ғой. Былай қарап отырсақ, енді бұл салық кодексі шынымен де бұған дейін салық төлеп келген бизнесменге ешқандай қатты өзгеріс етпейді. Ол керісінше соңғы пайдаланушыға қалтасына ұрады. Себебі мен 12% НДСім бар, 12% қосам ба, бұл тауарға 16% қосам ба, 4% қосам да үстінен әрі қарай сата бересін. Оны сатып алатын адам соның қалтасына бұл ауыртпашылық тудырады. Бір. Екіншіден, шағын жеке кәсіпкерлеріміз бар біздің. Олардың айналым лимиті дейді ғой, оборотын азайтып тастады. Оларға да және де кедергі болады өте үлкен. Олар да қарапайым кәсіпкерлер. Олардың жылына деген 70 миллион деген ол көп емес, сондай көп ақшада емес. Мысалы, былай қарап отырсақ, 12 айға бөліп тастаймыз, сонда бір 6 миллион ба айына. Ол өзінің жұмыскерлер ұстайды, материалдар алады, жаңа техникасы алады. Айналып келгенде өзіне бір айына 2-3 миллион қалмаса, ол несіне кәсіпкер онда? Ол көп емес қой, онда сонда көп көлдің ба деп айтады ғой Сәуле. Мынау жаңа бәсекелестікке келейікші, мысалға мемлекеттік компаниялар қалай десек те, ол әлеуметтік тұрақтылық үшін кейде тиімсіз болса да жұмыс орындарын сақтайды ғой. Тиімсіз болса да. Егер олар жекешелендірсе, халық алдындағы әлеуметтік жауапкершілікті кім көтеруі тиіс? Мысалға, білесіз, көптеген компаниялар, біздегі мемлекеттік компанияларды айтып отырмын, қаншама мың жұмыс орнын ұстап отыр. Ертең ашық бәсекелестік болса, жұмыс орындары қысқарып, жаппай қысқарып кетуі мүмкін. Бұндай тәуекелдер бар ғой? Бар. Егер сол жаңағы ашық бәсекелестікке жіберсек, мемлекеттік бақылауды азайтсақ, немесе мүлдем алып тастаса,
оның ар жақ қайда апарады деген сұрақ қой. Жамандыққа апармайды. Бәсекелестік кезінде ғана адамдар шынығады, оны мойындау керек. Енді олайнан біз искусственно раздутый штат ұстай алмаймыз ғой. Енді өмірге өте қатаң қарайды кәсіпкерлер. жоқ, қатаң енді бұл өмірдің шындығы. Цифрмен қарайсыздар. Цифрмен қараймыз. Себебі бізде мекемемізде жаңағы қанша 20-25 адам жұмыс істейді. Оның әрқайсысының өзінің функциясы бар, нақты. Ол әрқайсысы компанияға пайдасы тию керек. Егер сенің компанияға пайдаң әкелмесең, кешірім сұраймын, басқа жерге ауысуыңа тура келеді деген сұрақ қойылады. Себебі енді бізді өзіміз қамтамасыз етпесек, басқа ешкім қамтамасыз етпейді. А бұл жерде мемлекеттен тура жаңағы ақша түсіп отырады ай сайын бюджеттен. Ешкім ойламайды, уайымдамайды қатты жұмыс істеу туралы да. Енді бұл өмірдің шындығы. Егер дамимыз десек, сөйту керек. Сонда бәлкім жаңағы мемлекеттік мекемелерде жұмыс істеп жүрген адамдар, оларда бэкграунды бар ғой, олардың да кәдімгі кәсіби тәжірибелері бар. Мүмкін оларды келешекте өз алдына бір кәсіпкер бола ма, өзінің консультационный компаниясын аша ма, консалтинговый болмаса басқа да тағы қай сферада жұмыс істеген ол жақсы болып кетуі мүмкін. Жаңағы одан сайын жұмыс орындарын ашу мүмкін. Өзіңіз мемлекет болу керек дедіңіз ғой. Иә. Сонда енді президент жаңағы мемлекеттік секторды реформалауға тапсырды, реформа жүргізуді. Бұл енді жолдауда айтылған ең үлкен мәселе. Мен бұны сұрап отырған себебім, бизнес үшін қай сала өте жанды. Мысалға, қай сала, қай жерде қызыл ту дейміз ғой, қызыл флаг тұру керек, қай салаға араласу керек, қай салада мүлдем жоламау тиіссіз. Терең ойланып кеттіңіз. Иә, енді терең. Мен егер шынымен де Ереке, егер менің кәсібім мемлекеттік масштабта болса, мүмкін бір сұрақтарға мұндай жауап бере алмаймын. Бірақ бізде шағын кәсіппіз. Біз ондай қатты өзіміздің жаңағы ауқымызда ғана ойлаймыз ғой. Менің ойым енді жалпы әрине мемлекеттің нақты функциясы жаңа салық беру. Нақты адекватны ставкалармен. Және де өзінің жаңа социальный және де әскери білім және сондай нақты жаңағы секторларын қолға алып дамыту тек. Ал кәсіпкерлерге мемлекеттің тікелей байланысы бар салалар дейсіз ғой. Иә, нақты байланысы. Қатысты әскери инфрақұрылыммен бұла қарасаңыз, ол жерде де қыруар қаражат жүріп жатыр ғой. Әрине жүріп жатыр. Бірақ енді былай қарайық. Болашақта менің ойым жаңа денсаулық сақтау, білім беру осы жеке қолдарға өтіп кетеді. Өйткені ол да қазірдің өзінде де жекеменшік мектептер көбейіп жатыр, жекеменшік жаңағы денсаулық сақтау ұйымдары дейікші көбейіп жатыр, оларға да адамдар көп барады. Және олар көбінесе эффективті. Мойындау керек. Сіз өзіңіздің бизнесіңізді дамытқан кезде, немесе кез келген бір мәселені осы бизнеске қатысты қолға алған кезде, көбінесе қай елдің тәжірибесіне сүйенесіз? Әр елден де алуға тырысам, әр елден де. Енді жалпы, бірақ көбінесе осы Қазақстанда өзіміздің алдымыздағы жоғары жаңағы үлкен буын бар ғой, кәсіпкерлер. Солардың ақылдарына, солардың тәжірибесіне сүйенуге тырысам көбінесе. Өйткені әр елдің менталитеті әртүрлі, әр елдің нарығы әртүрлі. Бізде әділ бәсекелестік қалыптасқан ба? Немесе мысалға қазір бұрында деп айтпай ақ қояйық, бір осы бертінге дейін рейдерлік деген болды. Қазір осындай мәселелер бар ма бизнесмендердің арасында? Мен сізге бір әзіл айтайын, кезінде осылай кәсіпкерлердің арасында отырдық, әңгімелесеміз, ақылдасамыз, шай ішеміз деген сияқты. Сол кезде бір кәсіпкер айта бастады: бізде Қазақстанда кәсіп жасау қиын, өсуге болмайды, ертең біреу келеді да сен есігін қағып рейдерлікпен жаңағы алып қояды деген сияқты, сондай пессимистический. Мен айтамын, ондай болса сондай деңгейге өсуге тырысайық, сенің кәсібіңе біреу қызығатындай деген сияқты. Әлі күнге қазірге дейін ондай мен Құдайға шүкір жолықпаппын. Нақты бәсекелестік бар бізде. Нарық бар. Әрбір салада, металл конструкция, құрылыс саласында болсын, тағы да тағысында бәсекелестік бар. Қазір сол үшін айтып отырмын ғой, нарық біздің дамып жатыр. Жаңадан нөлден бастап өз еңбегімен көтеріліп жатқан кәсіпкерлер көп. Және олардың сіздер де білесіз соларды.
жаңағы араласасыздар да, олардан көп біз үйреніп тәлім тәрбие алу керекпіз. Себебі жаңа сіз айтып отырсыз ғой, 90 жылдарды алмай-ақ қойып, осы 2000 жылдардың басында кәсіп бастағандар, сол ағаларымыздан біз үйрену керекпіз. Сол ағаларымыз нөлден бастап кәсіптерін қолға алғандар. Приватизациясыз, жаңағы біреудің әкесіз, көкесіз нақты істерін бастап, жақсы көрсеткіштерге қазір жеткен кәсіпкерлер бар. Аз емес. Аз емес, әрине. Біздің бизнесмендер, кәсіпкерлер қаншалықты мемлекетшіл? Мемлекетшіл дегенде қалай, патриотты ма, әлде Енді көп кәсіпкер, барлық кәсіпкер патриотты деп мен айтар едім. Енді өзім танитын, араласатын әрине бар ғой, жаңа тапқан табысын тиынына дейін басқа жаққа шығарып, виллар, ондайлар офшорға жіберетіндер бар. Енді оларды білмеймін. Енді мен ондай деңгейге де біріншіден жетпеппіз, екіншіден осыған дейін тапқан табысымызды осы нарықта айналдырып жатырмық. Жаңа үйлер саламыз, басқа да тағысын тағы да қолымыздан келгенше жаңағы айтады, благотворительная организация, соларға да көмектесуге тырысамыз. Енді маған осы жақ жетеді, отаным ұнайды, маған еліміз ұнайды, қаламыз, астанамыз ұнайды, осында басқа одан артық ештеңе керек емес екен. Бақытты бағалай білу керекпіз ғой, қолда бар. Әрине. Бір мынандай қызық стереотип бар, мысалға мектепте, жоғарғы оқу орындарында, білмеймін, әйтеуір осыны ылғи да біреу айтқысы келіп, соны жеткізгісі келіп жүреді. Нашар оқыған балалар, мектепте, жоғарғы оқу орнында нашар оқыған балалар өмірде жаңағы үлкен жетістіктерге тез жетеді деген. Жоқ, мен осымен келісесіз ба сіз? Жоқ, мен онымен келіспеймін. Мен мектепте де 5 оқыдым, колледжде де 5 оқыдым. Қаржы саласында да 5 оқыдым. Қаржы саласында университетте де 5 бітірдім. Себебі жастайымнан маған әкемнің айтатыны бар, атам, сенің тіреп тұрған көкең жоқ дейді. Тек өзің біліңне, өзіңнің жаңағы білегің күшіңе сен дейді. Басқа ешкімге сенбе дейтін. Сондықтан құйып келген сондай ақылы бар. Біріншіден, екіншіден, мен басқа да класстастарыммен де араласам, оқу орындарында оқығандармен араласам, ондай енді айтпас едім. Сондықтан қазір білімділердің заманы. Жастарға айтатыным, жаңа оқу керек, балаларын, біздің қатарластарға айтатын, балаларыңызды оқытыңыздар. Білім, оқу тек қана соның арқасында биік жетістіктерге жетуге болады. Кәсіпкер бол, дипломат бол, спортшы бол, спортта да білім керек. Ол тек қана біліктің емес қой. Әр спортта өзінің айласы бар. Өзіңіз білесіз ғой. Кітап әлде бизнес тренерлердің лекциясы қайсысы дұрыс? Өйткені қазір байқасаңыз бизнес тренерлер көбейіп кеткен. Екеуі де шығар мүмкін, бірақ та енді бизнес тренердің де тренері бар ғой. Егер өзінің артында бэкграунды болса, әрине оны тыңдау керек. Кітапты да оқу керек. Екеуінде тырысам сақтау. Бірақ шын айтайын, енді бүйтіп көп алдыңызда маска киіп қайтайын, мен ондай көп кітап оқыдым деп айтпаймын, көп оқымыстым деп айтпаймын. Тек қана сол еңбекпен. Өйткені табандылық, еңбек осыған дейін енді жеткенімізге дейін 33 жасқа дейін. Мүмкін әрі қарай кәсібімізді ұлғайту үшін тағы да білім, тағы да одан да жоғары дәрежеге жету үшін керек болар. Миллионер болу үшін кемі 7 рет құлап 8 рет тұру керек дейді ғой көбінесе. Сіз қанша рет құладыңыз? Мен өйтіп көп құладым деп айтпаймын. Банкрот болған кезіңіз болды? Жоқ, ондай да болмапты. Қаржыгерсіз ғой. Бәрін есептеп. Бұл жерде былай ғой, қалай айтса болады. Риск жоғары жақта, пайда да көп болады. Менің позициям басқаша. Сәл-пәл аз болса да, бірақ стабилді жоғары тұрақтылы түрде өсу. Менің позициям. Андай жаңағы не бел кетеді, не белбеу кетеді деген мен үшін емес екен. Бізде қандай салаларда әлі бизнес өзінің мүмкіндіктерін пайдаланбай жатыр? Мысалға, тамақтану саласында, қызмет ету салаларының қай түрінде, қонақ үй ашу ма, үй салу ма, жаңа сіздер айтқан құрылыс компаниясы сияқты. Қай салада? Мысалға, бізге шетелден келген адамдардың көбісі, мысалы, Қытай Халық Республикасынан келген, мына жақта деген бизнес мүмкіндігі орасан зор екен деп айтып жатады. Сіз қандай мүмкіндіктерді біз әлі көре алмай жатыр біздің осы бизнес бастайын, ашайын деп жүргендер? Қалай ойлайсыз енді? Бұл тек Қытай Халық Республикасы емес, бізде жұмыс істейтін Ресей мемлекетінен келгендер де айтады. Бұл жерде жаңағындай әлі шабылмаған егістік қой мынау дейді да. Соны айтам.
Иә. Енді біз іште жүргендіктен көре алмайды екенбіз. Олар неге айтады? Олар себебі жоғары жаңағы бәсекелестік дамыған нарықта күнде жұмыс істеп жатыр. Сондықтан олар бұл жақты көре алады. Бізде сондай бәсекеміз жоғарылатсақ, сол жақтан үйренсек, болмаса солардан біраз жаңағы алмассақ, сол кезде ғана біле аламыз. Сол үшін мен бағанадан бері айтып отқанымыз сол, бәсекелестік, тек қана бәсекелестік жоғарылата алады. Бәсекелестік жоқ жерде жүре береміз, осы да жетеді, осыдан басқа не керек деген сияқты ғой. Жаңағы буындарды айтып жатырмыз ғой, буындар, ұрпақтар жайында бізде ең өкініштісі қазір алма піс аузыма түс дейтіндер көбейіп кетті. Қалай? Алма піс аузыма түс дейтіндер ше. Немесе жаңағы дайынға ма? Дайын асқа тік қасық деп. Біз енді ол біреу сынағаннан аулақ, біз дегенмен де енді көзбен көріп жүрміз ғой. Ортада жүрміз, халықтың ішінде тез байып кеткісі келетін, әп-сәтте байып кеткісі келетін адамдар бар. Кейде соның кесірінен мысалға деп миллионер болғысы келетіндердің негізі көбісі сол лудоманияға ұшырайды екен. Негізі. Осы бизнесте мысалға, нағыз бизнесте бірден байып кету қаншалықты мүмкін? Мүмкін 90-шы жылдардың басында, жаңа 2000-шы жылдардың басында ондай оқиғалар көп айтады ғой, сипаттайды. Себебі ол кезде нарық дегеніміз енді нарық дейтін нарық болмаған дейді ғой. Және де жаңағы инфляцияның өте қатты сұрапыл кезі еді ғой. Ал қазір енді қазірде мүмкін бар шығар, көбінесе IT саласында болуы мүмкін ол. IT саласында және де криптовалюта саласында болуы мүмкін. Әрине, бірақ мен оған жақын емеспін. Криптовалюта мен үшін ол айтпаймын түсініксіз деп, түсінікті ғой оның бәрі. Бірақ ол қалай айтса екен, артында нақты тұрақты бір жаңағы капитал тұрмаса, фактор тұрмаса, жаңағы гарант тұрмаса, мен үшін ол жаңағы кәдімгі көпік сияқты да. Жарылады да қалады деген сияқты бір күні. Сондықтан енді әркімге әртүрлі мінезді, адамдардың мінез құлқы да әртүрлі. Қазір мысалы дамыған жаңағы соцсеттің заманы ғой, көреді небір жаңағы блогерларды қыдырғанын, миллиондап тапқанын көреді, адамдар ойлайды, мен де сөйткім келеді деп. Жоқ, ол бәрі ондай бола бермейді. Психотипіне байланысты адамның жазмышына бұйырғанына да байланысты Алла тағала. Біреуге еңбекпен, таза еңбекпен ғана келеді екен. Сол кезде ғана береке болады екен. Соны сен түсіне білу керексің. Жаңағы тезірек байым, мынаған кірісіп, темшік дейді ойларды. Мынаған кіріседі, бүгін перчатки сатады, екінші күні жаңағы құрылыста жүреді, үшінші күні басқа нәрседе жаңағы тамақ беру саласында жүреді. Олай болмайды. Сен қай салада жаңағы осылай түйшіктеп тірнектеп жаңағы опыт жинайсың, тәжірибе жинайсың. Сол салада ғана белестерді бағындыра аласың. Және фокус болу керек. Бір салаға ғана фокусың болу керек. Деп ойлаймын. Сіз жаңа береке туралы айтып қалдыңыз ғой. Иә. Біреу байқайсыз ба? Кейбір азаматтар 300 мың теңге тауып жатады. 150 мың теңге тауып жататындарға сол ақша жетіп жатады. Иә. Кейбіреулерге 1 миллион, 2 миллион тапса да жетпейді. Бұл қанағатшылдық болу керек. Береке сіздің ойыңызша, береке дегеніміз не? Мен бағана сізге айтқандай, менің кезінде 25 мың жаңағы айлығым болды. Одан кейін 35 мың болды, 80 мың болды. Соның барлығы маған жетті. Әрине, Аллаға шүкір, бірінші Құдай, екінші әке мен анамның арқасында жүр. Себебі мен осы Астанада тұрдым, жаңағы жалдамалы пәтерде тұрмадым. Мүмкін ол да жеңілдік болды мен үшін. Бірақ та енді жаңағы ата-анамнан ақша сұрап, болмаса жаңағы ондай болмапты да, және де өзің жаңа финансовый грамотность дейді ғой. Сен өзінің шығындарыңды реттей алмай, ешқашан жақсы жаңағы қаржылық тұрақтылыққа бара алмайсың. Оны нақты білу керекпіз. Финансовый грамотностьті бала кезден үйрету керекпіз. Қаржылық сауаттылық. Иә, кешіресіз, енді таза қазақшаға мүмкін айта алмай жатқан шығармын, бірақ та ойымды жеткізуге тырысып жатырмын. Сол үшін сен білесің, мысалы, мен де қазіргі өзім жұмыскерлеріме де соны айтам. Күнде жаңағы қол астымда жұмыс істейтін адамдарға да айтам, кейде түсіндіруге тырысам. Себебі аванс сұрайды, анаған жетпейді, мынаған жетпейді. Мен айтам, сен миллиондап тапсаң да жетпейді. Қазір осыны сен өзіңе реттеп алу керексің. Мен ай сайын мысалы 500 мың табам ба? Менің оның мысалы 100 мың, 200 мыңым
пәтеріме кетеді, 200 мың мысалы тамағыма кетеді, басқасы деп сен бөліп алу керексің. Сөйтіп сотып қана сен үлкен жаңағы қаржылық тұрақтылыққа бара аласың. Басқа болмайды. Сіз негізі қаржыгерсіз ғой? Иә. Осы сұрақты қоймай кетпесе болмайтын шығар. Бізде қаржылық сауаттылық мәселесі өте қатты ушығып бара жатыр ғой. Қазір мысалға бір басында 17 кредит бар адамдар бар. Бар. Естіген шығарсыз. Менің қол астымда адамдар бар. Олар даже ана жол маған айтады, жаңағы аванс сұрайды. Неге десем, жаңағы жақынырақ отырыңыз микрофон. Апам той жасап жатыр, соның тойына мен көмектесуім керек, сол үшін кредит алдым дейді. Мен айтамын, сен кредит алмасаң, апаң сенімен сөйлеспей қоя ма деген сияқты. Ол да енді түсіндіруге тырысам, жаным ашыған сайын. Сондай бар да бізде, кәдімгідей той жасап, болмаса біреудің көзінше жақсы болуға тырысу үшін кредит алады. Ол кредитті жаңа күліп алып, ертең жылап беретін ойда жоқ олар. Бәрін түсіндіріп, жаным ашиды да кәдімгідей. Енді білмеймін енді. Сондай бар бізде, шыны керек. Сол жаңа бір кредитті жабу үшін кредит алады. Енді біз шын айту керек, мен айыптайтындардың қатарынан емеспін. Негізі көбіне азаматтар бұл жаңағы жетіскеннен алмайды кредитті. Кәсіби ретпен біз енді мысалы дүкенге барған кезде азық-түлік алып жатқан азаматтарымызды көреміз көбінесе. Сондықтан енді негізі осы қаржылық сауаттылықты арттыру үшін, қаржылық батпаққа батып кетпеу үшін азаматтар нені білу керек? Өзін шығыстар мен кірістерін тиянақтау білу керек, жалпы. Оған көп нәрсе керек емес, және де өзін ұстай білу керек. Біздің алып атқан нәрселеріміздің жартысы керек емес нәрселер. Алынып атқандарын. Мысалы, өзінің күнделікті өмір сүруіне. Кедей болғың келсе, елге көрсету үшін ал дейді ғой дүниені. Философия бар ғой сонда. Енді мен қалай айтса болады екен ана. Өзің жаңағы табысыңды сен білесің, өзің шығындарыңды да білесің, соны реттей алсаң, және де өзінің мінез құлқың, дисциплина. Мықты дисциплина болу керек. Бір жерде жаңағы жоқ дей алуың керек өзіңе. Бүгін емес, кейін бәлкім деген сияқты. Қазір әрине қаржы, жаңа кредит деген оңай болып кетті, шыны керек. Баса салады, жаңағы телефоннан ала салады, болды, оны ар жағын ойламайды олар. Көп жастар бар. Мен білемін, мысалы, өзім қол астымда көбін ақыл айтуға тырыстым. Кейбіреу түзелді, кейбіреу сол әдет құлқымен қалып кетті. Машина алады, жылына 24% алады екен машинаны, жаңағы ұсталған көлігін өзін. Оны сен қалайынан сен қайтармақшысың деп айтамын да мен. Қазір таксимен жүру жаңағы көлік ұстаудан да тиімді. Мен сізге айтайын. Оның жаңағы жанармайы бар, анаусы бар, мынаусы бар деген сияқты ғой. Сол үшін сен 7 рет ойланып, бірақ шешім қабылдау керексің. Ол жаңағы көлігін саған егер жұмыс істемесе, пайда әкелмесе, бәлкім сен соңында таксовать ет жарайды. Сондай болмаса, басқа мен енді ойламаймын ол керек деп оған. Жаңағы балаға мысалы, мен нақты бір жігітті айтып отырмын да, өзім қол астымда жұмыс істеген. Ол мысалы өзінің жаңағы өтірік айтпайын, 450-500 мың мен оған айлық төлеймін. 500 мыңнан 250 мың ол сол жаңағы көлігін кредитін жабу үшін жіберетін. Енді ол менің ойым ол дұрыс емес сияқты. Сол 500 мың төлейміз, және де жаңағы жанар жағармайын еще үстінен қосып беретінбіз біз. Енді соның өзінде де айтады, жеткізбейді ана мынау деген сияқты. Мен айтамын, әрине сен жаңағы өзіңе лайық алу керек еді, болмаса арзанырақ көлік алу керек еді. Енді жаңағы адамдардың мінез жайында айтып отырсыз ғой. Адам закон тілі болса, адам мінезін өзгертуге болмайды деген адам тілін кесіп аламын деп айтып еді ғой Абай Құнанбайұлы. Осы жерде сұрағым келген, мысалға адам мінезін өзгерту мүмкін ба? Сіздің тәжірибеңізде қаншама азамат қол астыңызда жұмыс істеп жатыр? Әрине мүмкін. Адам өзгермесе, адам мінезі туа бітті, қанмен кіріп сүйекпен сіңеді дейді ғой. Енді мінез бәрімізде бар ғой. Мінездің арқасында көп жетістіктерге жете аламыз. Әрине, тағы да өзім жаңағы қол астымда істеген бір жігіт туралы айтайын. Аттарына мен солай ғана түсіндіре аламын енді. Имамдар сияқты, маған бір адам келіп еді деген сияқты. Жоқ, енді қол астында дұрыс. Вот жаңағы жігіт біздің қол астымызда. Оның мінезі бар да, намысты жігіт. Жұмысын істейді. Енді құрылыс болған соң
жаңағы замечание дейді ғой, ескертулер жасаймыз. Мынауыңды түзеу керек, мынаны түзеуің керек, ананы істеу керек. Мен келген кезде әйтеуір мен бәріне жаңағы ескерту жасап, сапалы түрде жасағанын қалаймын. Себебі түсіндіретінім, бұл үйлерді сендер сияқты таза еңбекпен жұмыс істеген адам алады. Бұл да бір қазақтың үйі болашақта. Өз үйіңе үй қалай саласың, солай салуға тырыс деп айтамын да. Әрбір келген сайын. Бір күні сөйтіп ескерту жасап жатсам, Қайреке, сіз тағы да бірдеңе тырнақ астынан кір іздеуге келгенде дегенге келтіреді да. Сол кезде айтамын да, сен қалай олай неге өйтіп айтасың? Егер мен өйстіп қарамасам, сендерге бәрібір сияқты ғой. Қалай болса солай істеп кетуге дайынсыңдар деймін да. Артын ойламайсыңдар. Ертең мен сол адамның алдында тұрамын да, қызарып тұрам. Ертең мен сол адамның алдында, мысалы, неше түрлі сөз естимін. Маған ол не керек? Себебі сондықтан мен өйстіп қатал қадағалауым керек. Мысалы, сенің үйің алдында деймін да, асфальт бір көктемнен кейін қопарылып қалады, сен ренжисің ғой деймін да. Сол сияқты сен сияқты адамдар салды сол асфальтты. Мысалы, қалай болса солай. Сол сияқты әркім өз ісіне, сен көше сыпырасың ба, шеге қағасың ба, жаңағы мысалы не істейсің, әр өз ісіне шынымен ынтаңмен дұрыстап қарасаң, сонда ғана біздің мемлекетіміз дамиды деп кәдімгідей сөйтіп айтамын. Сол жігіт намысты, жаңағы мінезі бар, сөйтіп мінезін көрсетіп, мен айтамын, сен мінезіңді бар ғой, ісіңде көрсет. Маған көрсетпе мінезіңді. Наоборот, осы жұмыс жасаған кезде мінезіңді көрсет. Графиктан кешікпе, жұмысқа ерте кел. Сол кезде көрсете білу керек мінезді. Адамда мінез бар, оны бірақ дұрыс жаққа қолдану керек қой. Болмайтын жерде жаңағы намыстанбай, керек емес жерде жаңағы мінезін көрсетіп деген сияқты. Ондай керек емес. Сол мінез, бізді көп жерге апарады. Кей жерде бірдеңе болмай жатса, қолынан келмей жатса, көбі тастайды да кете салады. Осы кезде мінезді көрсету керек. Сен тастамау керексің. 10 рет болмады ма, 11-ші рет тағы көру керексің. Осы жерде мінез болу керек. Ал андай болмайтын мінездер, ондайды өзгерту керек. Мысалы, кейбір болады ғой. Әскерде адамдар көп өзгереді, білесіз ғой. Жаңа келген кезде мінезін көрсетіп өйтіп, бірақ та енді тәртіпке салған кезде адам тәртіп түсіне береді. Бауыржан Момышұлымыз айтты ғой, тәртіпке бағынған құл болмас деген. Сондықтан ер азаматқа әрине мінез керек, бірақ дұрыс жерде оны қолдану керек. Түсінікті. Енді жеке өміріңізге қатысты сұрақ қоймай-ақ қойын. Дегенмен де енді отбасы ретінде 4 баланың әкесі екенсіз. Сіздің жасыңызда бойдақ болып жүрген жігіттер аз емес. Сол Бауыржан Момышұлының өзі айтқаны бар ғой, 25 жасынан үйленбегендер халық жауы деген. Халықтың жауы болып жүргендер де аз емес. Енді заманның парқы сондай шығар, кешіреуі керек деп енді оларды айыптауға болмас. Дегенмен де жұбайыңыз жұмыс істей ме? Жұбайым қазір декретте, негізі мамандығы IT саласында. Мен сұрайын дегенім, бізде қазір әйел адамдардың көбі, ер азаматтарымыздың көбі мысалға 30-дан кейін күйзеліске ұшырап жатады. Орта жастың күйзелісі бар, 35 жастан басталады мысалға. Әйел адам үйде отыру керек па? Мысалы, көп балалы аналарға қатысты не айтар едіңіз? Әлде жұмыс істеу керек па? Өзіне қарану керек, даму керек. Енді жұмыс істеу керек па, үйде отыру керек па дегенге мен жауап бере алмайды екенмін. Бір түрлі сұрақ. Бірақ енді мен былай айтайын. Несі бір түрлі оның? Енді әркімге әртүрлі ғой. Бұл жерде қазір мен үйде отыру керек десем, тағы да бір халық жауы болып қаламын ба де. Өзіңіздің былай ғой, өз ойым былай. Әйел адамдарымыздың, біздің жаңағы жұбайларымыздың атқарып жатқан өте жаңағы айтады, бір қолымен бесік тербетіп отырады дейді. Қазақ айтады. Бір қолымен бесікті, бір қолымен әлем тербетеді. Олардың жаңағы отан отбасынан басталады дейді. Атқарып отқан, істеп отқан істері орасан зор, оны ешқандай ақшамен де бағалауға болмайды. Мысалы, ол жұмыс істеген кезде істедік. Енді отбасымыз, бала шағамызды қарайды деген сияқты тәрбиелейді. Мен шыны керек, таңертең кетем, кешке бірақ келем. Кешке 1-2 сағат балалармен боласың, көбінесе сол кісі болады ғой енді. Әрине. Қазір енді декретте, бірақ та алла жазса, енді өзінің ұнайтын істерімен де айналысып жатыр, уақытты тауып жатыр, және де қазір бала қараушылар да бар. Керек кезде шақырып деген сияқты, енді ондай қатты күйзеліске ұшырап жүрген жоқпыз. Құдайға шүкір. Әркім өзінің сүйіктісімен айналысса, өзінің жұмыспен айналысса, ешқандай депрессияда, күйзелісте болады деп ойламаймын. Біз енді кей кезде сол үйде отырған отаналар дейміз ғой. Отағасы, отанасы дейміз. Сол отаналарының еңбегін елемейтін сияқты көрінеді. Келісесіз ба? Өкінішке орай, ондай бар. Сондықтан айтып отырмын ғой, олардың мен мысалы
былай айтайын, енді бала шағаммен бір 2-3 сағат уақыт өткізсем ары қарай уже жаңағы шыдау қиын енді. Сондықтан оларға осыншама шыдамдық берген үшін, осындай шыдап келе жатқан үшін мыңда бір жаңағы рахмет. 2-3 сағат көп екен енді. Біздікі 1 сағатқа да жетпейді ғой осы. Енді өзіңіз айтып отырсыз. Сол сияқты ғой. Жаңағы жұмыста отырасың, сен білесің үйіңде, отбасында бәрі жақсы екен. Сонда жаңағы өзің ісіңді де атқара бересің. Егер сенің үйіңде бір күйзеліс болып жатса, келген кезде бір жаңағы арқаңның астан кестеңі шығып жатса дейсің. Болмаса жаңағы аяғың шылдырлап жатса, сенің жаңағы жұмысыңа да шабытың ашылмайды. Сенің ойың мына жақта болады. Сөйтіп не мында болмай қаласың да. Сондықтан енді әрине карьера жасап, жұмыс таңдап жүрген әйел адамдарды, олар әркім өзін таңдауы дейікші. Әркімге не жақын, әркім не істегісі келеді деген, енді бізде сол ғой қазіргі заманда. Алдағы 5-6 жылдағы бизнесмен ретінде өзіңізді қалай көресіз? Мақсаттарыңыз қандай? Менің мақсатым бір зәулім үй салу, болмаса жаңағы жақсы бір зәулім ғимарат салғым келеді. Бұл неден шықты? Үй салып жатсыз ғой, сіз бір емес қаншама? Иә, енді шағын 1 этажды ғой. 1 этажды үй салып жатырық. Болмаса осы жаңа технологиямен, иә, енді технология сол ғой, бірақ енді жаңа трендтер, жаңа жаңағы дейікші сәулет өнерінде. Осы саланы дамыту, бізге жаңағы енді үлкен көп қабатты үйлер салып жатқан құрылысшылар көп қой. Мысалы, осы саланы дамытуға мүмкін өз үлесімді қосам ба деп отқан ойымда бар. Жерлер қарастырып жатырық тағы да. Бірақ та енді бір не болмаса да, ертең мақсатым, қазір өсіп келе жатқан ұлым бар, қыздарым бар. Сенің әкең не істейді деген кезде, менің әкем осындай жақсы адам еді, осындай үлесі бар еді, осындай істейді деген бір сөз естісем, болмаса жаңағы әкемнің, менің ата-анамның, баламызға ризамыз деген. Артынан жақсы сөз қалса. Артынан жақсы сөз қалса, иә, содан басқа да жаңағы көп нәрсе керек емес сияқты деп ойлаймын. Не үшін жаңағы құрылыс саласында десек, енді осыдан бірнеше жыл бұрын ботаникалық саябақтан өтіп бара жатқан кезде, бұнда металл конструкция жаңағы спорт кешендерін біз салған едік. Сол кезде жаңағы қызым айтып қалған едім, осыны біз салдық деген сияқты. Сөйтіп өткен кеткен сайын сол қызым өсе келе әрбір сайын соны айтатын, осы ботаникалық бақты менің әкем салды деп. Содан қалғаны ғой жаңағы, мысалы ертең айтып отырса, неге содан. Рахмет, тамаша. Қымбатты көрермен, студиямыздың қонағы болған бизнесмен Қайыр Рысбек. Қайыр мырза, алдағы кәсібіңізге, ісіңізге, мақсаттарыңыздың бәріне сәттілік тілегім келеді. Қымбатты достар, Мұхтар Мағауин, әрбір азамат бір кәсіпте еңбек ету керек, оны машыққа айналады, машық бапқа айналады, ал бап баққа апарады деген екен. Сондықтан бабымыз бен бағымыз келсін, баптаймызды көрейік, ой пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Эфир тізгінін ұстаған Ерқанат Көпжасар. Көп жасайық, сау болыңыздар.